Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Қалдарың қалай? Жақсы. Балалар, қазақ тіліне қош келдіңдер. Сабағымызды шаттық шеңберінен бастайық. Қалдарыңыз қалай? Очень керемет. Амандасып балайық. Сәлем бермек здоров. Жылуын сыйлайық. Әрине сыйлайық. Неге келеміз, әнде айтамыз, ойында ойнаймыз, бақытты боламыз. Жарайсыздар балалар. Балалар, біз бүгін сиқырлы орманға барамыз. Орманда сиқырлы яшықтар бар. Яшықтардағы тапсырмаларды орындаймыз. Ал орманға біз пойыз арқылы барамыз. Қане, пойызға тұра қалайықшы. Ал паровоз бастауда, бәріміз Басында. білістікті, жүрістіміз, уметі. Гүлден қалып қойма бәрінде. Балалар, біз орманға келдік. Орманда сиқырлы яшықтар бар. Сендер яшықтарға байланысты сандарды таңдайсыңдар, және оның ішіндегі тапсырмаларды орындайсыңдар, жақсы ма? Неге таңдай қойшы, қандай сан таңдайсың? 3, жарайды. Қыс бойына жатады, тәтті ұйқыға батады. Аю. Дұрыс. Балалар, аю қандай? Аю Аю ұйықтайды. ұйықтайды, дұрыс. Сосын аю Үлкен. үлкен, дұрыс. Балалар, келесі жұма. Түккен денесі. Кішкентай көлемі. Кірпі қандай? Қане, кірпі. Дұрыс, кірпі кішкентай. Балалар, кірпі не жейді? Алма. Дұрыс, алма жейді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Келесі яшықты таңдайықшы. Қане, Марк, қандай санды таңдайсың? 2, жарайды. Қазір шайық. Балалар, екінші тапсырма бізде фонарик деп аталады. Яғни сендер фонарик арқылы жасырынған суретті табуларың қажет. Ислам, не салған қарашы? Санап өтті. 4. Жарайсың, 4 қоян. Ал, Рина. Ал, не салған қарайын? Жарайсың. Ал, Радион, сенде қандай сурет жасалған? Қане көрейікші? 3 аю, жарайсың. Аделина, сенде? Жарайсың, 1 кірпі. Қане, қандай сан таңдаймыз? 5. Жарайды, 5 таңдай. Балалар, 5-ші ойын қар кесегі деп аталады. Аю. Жарайды. Жарайсың. Ұнаса былай көрсетеміз, ұнамаса былай. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар.